Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін дәмді әрі жұмсақ шоколадты панкейк дайындаймыз. Сіздермен Әйгерім Шынтемірқызы. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Бізге керекті ингредиенттер: жұмыртқа, сүт, шекер, сары май, ұн, қопсытқыш және шоколад. Бірінші ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Үстіне шекерді саламыз. Одан кейін ерітілген сары майды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді сүтті құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ингредиенттерді бір-біріне қосып, араластырып, сұйық массамыздың үстіне саламыз. Бөліп салған пайдалы. Міне осындай сұйық консистенция пайда болуы керек. Одан кейін сковородканы қыздырып, жай отта пісіреміз. Сковородканы майлаудың қажеті жоқ. Мен арасына шоколадты салдым. Қалай салғаным видеода анық көрініп тұр. Пісіріп аламыз. Ал енді біздің шоколадты панкейкіміз дайын. Мен сіздерге арасын бөліп көрсетейін. Мінекей қараңыздар, қандай жұмсақ. Арасындағы шоколады еріп, өте дәмді болып шықты. Бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаймыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.